Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 8 тақырыпты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сонымен қатар менің парақшамнан БЖБ, ТЖБ жауаптарын көре аласыздар. Оқушылар, бүгін біз ұлттық талғам деген тақырыппен танысамыз. Дыбыстардың жазылу ерекшеліктері. Біз бұл сабақта сұлулықты, әдемілікті сипаттайтын тіл бірліктерімен, халқымыздың әсемдікке, сұлулыққа, сән-салтанатқа көзқарасымен, қазақ тіліндегі кейбір дауысты, дауыссыз дыбыстардың жазылу ерекшеліктерімен танысамыз. Бірінші тапсырма, жырдан алынған үзіндіні оқыңдар. Бұқар барсаң, қолаң бар, қолаңды көр де шашым көр. Молдаға барсаң, қасында қиюлы жатқан қалам бар. Қалам көр де қасым көр. Иран барсаң, пісте бар, пісте көр де мұрным көр. Хам шаһарға қарасаң, құрулы тұрған күзге бар. Күзгіні көр де көзім көр. Самарқан барсаң, сандал бар, сандал көр де тісім көр. Қара жерге қар жауар, қарды көр де етім көр. Қар үстіне қан тамар, қанды көр де бетім көр. Мен Қырымның ішінде Ақша ханның қызы едім. Ата менен анамның асыранды қазы едім. Қойда бағлан қозы едім. Қытай менен Қырымнан тамам жақсы жиналса, аузындағы сөз едім. Бірінші тапсырма. Қарамен берілген сөз мәтінде қандай мағынада қолданылғанын айтыңдар. Қарды көр де етім көр. Тері мағынасында. Қойда бағлан қозы едім. Уыздай жас мағынасында. Ақжүніс Қытай менен Қырымнан жиналған адамдардың аузындағы сөз еді. Айтатын әңгімесі еді деген мағынада қолданылып тұр. Тапсырмасы. Жырдан Ақжүністің келбетін суреттеуде қолданылатын теңеулерді тауып айтыңдар. Мысалы, қаламқаз, асыранды қаз, бағлан қозы, аузындағы сөзі. Дауысты дыбыстардың жазылу ерекшеліктері. Оқушылар, ережені мұқият тыңдаңыздар. Сөз басындағы ж дыбыстары мен и дыбысының ортасында келген а дыбысы сөзіне ә болып айтылады. Мысалы, шай, шәй, жай, жай. Сөздердің соңғы буынында келетін ы дыбыстары кейбір қосымшалар жалғанғанда түсіп қалады. Мысалы, ойна, ойна, қырық, қырқыншы. Дыбыстарын аяқталған кейбір сөздерге дауысты дыбыстардан басталатын қосымша жалғанғанда әріптері түсіп қалады. Мысалы, екеу, алтау. Дыбыстарын аяқталған сөздерге у қосымшасы қосылғанда әріптері түсіп жазылады. Мысалы, оқу. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті әріпті қойып жазыңдар. Бидай, ару, дән, қаз, әлем, ауыз, шаш, бәліш, тәж, уәде, кәрі, жәшік, шәлі. Үні, Ақжүніс, түйме, бұқара, ұста, жүйрік, күш. Пісте, алтын, қозы, тері, қазы, сым, бауыр, көзілдірік. Үшінші тапсырма. Қате жазылған сөздерді ережеге сай қайта жазыңдар. Добы, құлыны, халқы, қазақы, бауыры, бауырсағы, жібі, әдебі, киімі, белдігі, көркі, көрігі. Төртінші тапсырма. Әріптерден сөз құрастыр. Жүзік, зерек, білім, адам, асуды, ыдыс, ереже, әліпби. Бесінші тапсырма. Дауыстылардың астын сызыңдар, оларға дыбыстық талдау жасаңдар. Ә, о, а, е, ө. Алтыншы тапсырма. Берілген сөздерге әріптерін қосып жазыңдар. Не байқадыңдар? Лағы, құлағы, қолғабы, кезегі, еңбегі, мектебі, атауы, әдісі, көйлегі, түсі, ұзындығы. Жетінші тапсырма. Әр бағандағы сөздерге үлгіде көрсетілгендей қосымшаларды жалғаңдар. Не байқадыңдар? Және дыбыстар түсіп қалады. Оқу, тоқу, қобалжу, тасу, халқы, әрпі, көркі, даусы, екеу, ойнау, орау, жетеу. Сегізінші тапсырма. Суретке қараңдар. Киіз үйдің ішкі көрінісін сипаттап жазыңдар. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Киіз үйдің ішінде босағадан аттай бергенде төрде тұрған сандық бірден көзге түседі. Сырты темірмен қапталған, оның үстіне түрлі түсті ою-өрнектер түскен. Керегеге ілінген түс киіз де тоқылып, кестеленіп жасалған. Керегенің сыртынан әр алуан бояулы жүн оралып, өрнек түсіріліп тоқылған. Шымши немесе жалаңаш шиден тоқылған ши ұсталған. Алашада қызыл-жасыл гүл өрнектелген. Жерге жайылған алаша үйге ерекше сән беріп тұрғандай. Тоғызыншы тапсырма.
Нөмір 11 аудионы тыңдаңыздар. Тапсырманы орындау үшін аудионы мұқият тыңдаңыздар. Дауыссыз дыбыстардың жазылу ерекшеліктері. Қазақ сөздері Б, В, Г, Д, Ш дыбыстарына аяқталмайды. Бұлар орыс тілінен енген сөздерде ғана жазылады. Клуб, актив, отряд. Сөз Б, В, Г, Д, Ч әріптеріне аяқталса, қосымша қатаң дыбыстан басталады. Педагогке, велосипедтің, Қ, К, П дыбысына аяқталған сөздерге дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда қатаң дыбыстар ұяңданып кетеді. Кітап, кітабы, қасық, қасығы, көйлек, көйлегі. Х әріпі жазылған сөздер қазақ тілінде көп емес. Жиһаз, гауһар, қаһар, қаһарман. Ш әріпі қазақ тілінде ащы, тұщы, кеші деген сөздерде ғана жазылады. Сөз Ш дыбысына аяқталып, оған Ш дыбысынан басталған қосымша жалғанғанда екі Ш әріпі қатар жазылады. Ащы. Түбір сөз С, З дыбысына аяқталып, оған Ш дыбыстарынан басталатын қосымша жалғанғанда сөздің түбірі сақталып жазылады. Кеші. Айтылуы кеші. 10-шы тапсырма мәтінді оқыңдар. Зергерлік өнер ерте заманнан келе жатқан әрі халыққа көп таралған өнердің түрі. Қазақ зергерлері негізінен әйелдердің сәндік әшекей заттарын, сырға, білезік, жүзік, сақина, шолпы, алқа тағы да басқа, ұсталары батырлардың қару-жарақтарын, айбалта, дулыға, кісе, садақ тағы да басқа, шеберлері үй іші мүліктерін, кебеже, ағаш төсек, жүк аяқ тағы да басқа, аңшылық жабдықтарды, томаға, балдақ тағы да басқа, музыка аспаптары, қобыз, домбыра, сыбызғы тағы да басқа әсем жасай білген. Оның тапсырмасы мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріңдер. Зергер, әшекей бұйымдар жасайтын адам. Ұста, қару-жарақ жасайтын адам. Шебер, үй іші мүліктерін, аңшылық жабдықтарын, музыкалық аспаптарды жасайтын адам. Оның тапсырмасы мәтіннен қазақ зергерлері дайындаған заттардың атын теріп жазыңдар. Сырға, білезік, жүзік, сақина, шолпы, алқа, айбалта, дулыға, кісе, садақ, кебеже, ағаш төсек, жүк аяқ, томаға, балдақ, қобыз, домбыра, сыбызғы. 11-ші тапсырма өлеңді мәнерлеп оқыңдар. Қазақтың төл дыбыстарына ғана кездесетін дыбыстарды атаңдар. Өлеңнің аты түс киіз деп аталады оқушылар. Қазақ тіліне ғана тән 9 әріп бар. 12-ші тапсырма қатаң дыбысты аяқталған сөздерге түрлі қосымша жалғап көріңдер. Дыбыстық өзгерістерге мән беріңдер. Қасыққа, күрекпен, тастан, шашқа, кітаптан, мектепке, жастыққа, үйректен, асықпен, түппен. Қатаң дыбыспен аяқталған сөздерге қатаңнан басылатын қосымша жалғанады оқушылар. 13-ші тапсырма көп нүктенің орнына н, ың әріптерін тиістісін қойып жазыңдар. Жүн, әрең, егінші, аяғының, тұрғындар, байпақтың, сыйлаймын. 14-ші тапсырма көп нүктенің орнына тиісті әріптің бірін қойып жазыңдар. Не байқадыңдар? Ш әріпінің емлесін еске түсіріңдер. Ішсең, басшы, қосшы, сөзсіз, жазсаң, аспазшы. 15-ші тапсырма оқиық қызық. Ең үлкен байпақ. Гиннестің рекордтар кітабына 2004 жылы Семей қаласында жасалған алып байпақ енді. Әлемдегі ең үлкен байпақтың өлшемі 106, салмағы 16,5 килограмм, қонышының биіктігі 178 сантиметр. Алып байпақты дайындауға 3 күн кеткен. Байпақты дайындауға кәдімгі байпақтардан 14 есе көп, яғни 70 килограмм жүн жұмсалған. Мәтіннен қосымша жалғанғанда түбірі өзгерген сөздер тауып жазыңдар. Кітап, кітабына, салмақ, салмағына, салмағы, биік, биіктігі. 16-ші тапсырма кім тапқыр ребусты шешіп, мәтелдің мағынасын түсіндіріңдер. Зер қадірін зер ер білер. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.